Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бит пен сіркеден бір жолата құтылуға көмектесетін педикулен ультра шампуні және лосьоны туралы пайдалы ақпаратпен бөлісемін. Құрметті оқырмандар, педикулен ультра шампуні туралы айта кететін болсам, 200 мл үлкен көлемді, яғни қалың және ұзын шаштарға арналған. Ең бірінші пайдаланбас бұрын толығырақ нұсқаулықпен танысып шығыңыздар. Қалай қолданамыз, қалай сақтық шараларын жасаймыз. Мен сіздерге қазір айта кетемін. Мына жақ бетінде орысша нұсқаулық бар, ал төбесінен қазақша нұсқаулықты таба аласыздар. Педикулен шампуні ең бірінші қолданбас бұрын құрғақ шашыңызға бұл шампуньді толығымен жағып шығасыз, яғни түбіне, ортасына, арасына ашып және ұшына жағасыз. Шашыңызды жағып болғаннан соң 3 сағатқа қалдырасыз. 3 сағаттан кейін шашыңызды жаңағы тарақпен тарап, өлген бит сіркеден арыласыз. Содан кейін ғана жылы сумен, сусабынмен басыңызды жуасыз. Бұл жаңағы педикулен ультра шампуні бір рет қолданғаннан кейін бір аптадан соң ғана қолдануға болады. Яғни бұл бір жаққаннан кейін, бір рет пайдаланғаннан кейін 100% өзінің нәтижесін көрсетеді. Яғни бит пен сіркеден құтыласыз. Қалай сақтық шараларын жасаймыз? Бұл педикулен шампунін тек біз шашқа арналған, басқа ешқайда қолданбайсыз. 3 жасқа толмаған балаларға қолдануға болмайды, аяғы ауыр және емізетін әйелдерге қолдануға болмайды, және бас терісінде тері аурулары бар адамдарға қолдануға болмайды. Осы педикулен ультра шампуні ашылғаннан кейін 12 ай көлемінде қолдану керек. Содан кейін ғана сіз лақтырып тастай аласыз. Яғни бөлме температурасында сақтай аласыз. Және сақтық шаралары тағы бір балалардың қолы жетпейтін жерде сақтағаныңыз дұрыс. Бұл педикулен ультра шампуні туралы айтып болдым. Ал педикулен ультра лосьоны бұл екі түрі болады, үлкен көлемді және кіші көлемді. Бізде осы кішкентай көлемі қалғандықтан осы туралы айтайын. Ал үлкен көлемінде тарақ және лупа, яғни бит пен сіркені көруге арналған құрал тегін, яғни сыйлық ретінде беріледі. Осы ультра спрейі, яғни лосьоны шашу арқылы жұқа әрі қысқа шаштарға арналған. Мына жерде шаштың көлеміне дейін жазылған, қалай қолданады, шаш қандай жерге дейін жетсе, қанша миллилитр кететініне дейін жазылған. Мына жерде барлығын оқысаңыздар, өздеріңізге түсінікті болады. Бірақ мен сіздерге қазір түсіндіріп өтемін. Педикулен ультра лосьоны бір қолданғаннан тоже бит пен сіркеден арыла аласыз. Яғни шашыңыз құлақтың ұшына дейін болса, яғни тым қысқа болатын болса 15 мл жетеді. Ал орташа иығыңызға дейін болатын болса, онда 30 мл лосьон жетеді. Егер шашыңыз иықтан төменірек болса, онда осы бір флакон лосьон сіздің шашыңызға кетеді деген сөз. Бұл лосьонды құрғақ шашыңызға сеуіп 30 минутқа қалдырасыз. Содан кейін ғана барып жылы сумен, сусабынмен жуып қойыңызға болады. Естеріңізде сақтаңыздар, шампунь 3 жастан асқан балаларға қолданса, лосьон 5 жастан асқан балаларға және ересек адамдарға қолдануға болады. Себебі құрамында бірнеше компоненттер жоғары болғандықтан ультра лосьоны, педикулен ультра 5 жастан асқан балаларға қолдануға болады. Осымен мен пайдалы ақпаратым соңына жетті. Мен сіздерге пайдалы ақпаратпен бөлістім деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк батырмасын басып, комментарий жазыңыздар. Қандай да дәрі-дәрмекті білгілеріңіз келсе, мен сіздерге осындай пайдалы ақпаратпен бөлісуге тырысамын. Сау болыңыздар.